Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге қысқаша кино арнасы. Мен бүгін сіздерге «Жалғыз самурай» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Жақсы қаралым болсын. «1281 жыл. Ең ержүрек самурайлар теңізге шығып, басқыншы моңғол әскеріне қарсы тұруға аттанады. Алайда жау флоты алапат цунамиге тап болып суға кетеді. Жапон жауынгерлерінің барлығы қаза табады. Тек Рику ғана аман қалады. Ол бейтаныс аралдың жағасында есін жияды. Аяғын ағаштың үлкен сынығы тесіп өтіпті. Рику арқанға сүйеніп, өзін өліп жатқан бір баланың жанына қарай сүйрейді. Бірақ әлгі бала кенет орнынан тұрып, ештеңе болмағандай жүгіріп кетеді. Самурайды елестер мазалай бастайды. Ол сынған қылышына қол жеткізіп, аяғына кіріп кеткен ағашты әрең суырып алады. Жарасын танып, жағалаумен ақсап жүріп кетеді. Кешке қарай суы таусылады. Түнді ол жалғыз өзі үңгірде өткізеді. Тағы да сол баланы көріп, орман ішіне қарай соңынан ереді. Алайда елес бала күтіп тұрмайды. Көп ұзамай Рику оны көзден жоғалтады. Бұл бала самурайдың екі ұлының бірі. Олар кезінде қарақшылар болып ойнаған еді. Таңертең ер адамды елестер тағы да мазалайды. Енді оған әйелі көрінеді. Рику жағалаумен жүріп келе жатып, оның денесін көргендей болады. Бірақ бұл да сананың кезекті алдауы еді. Самурай үнемі жақындарының дауыстарын естиді. Ол әбден шаршап бәрін тастап кетпек болады. Бірақ кенет дауыстары өшіп, алыстан туған жеріндегі Фудзи тауына қатты ұқсайтын тау көрінеді. Сол сәтте Рику берілудің әлі ерте екенін түсінеді. Ол бөренелерді жинап, аралдың ішіне қарай тасиды. Сол жерде айбынды сарқыраманы тауып рухтанады. Тұщы су тапқан соң, Рику азық табуға кіріседі. Сынған қылшын қайрап, ағаштан бірдеңелер ойып жасай бастайды. Таңертең ағаш көмірі мен судан сия жасап, таяқ пен бір шоқ шаштан қылқалам құрастырады. Қандай ауыр жағдайда болса да, жапон хоку жазуды қалайды. Осылай күн артынан күн өтеді. Рику жарасын жазып алады. Ол бөренелерді тоқтаусыз алға қарай тасумен болады. Біртіндеп өмірге деген құштарлығы қайта оралғандай. Бірақ өткеннің ауыр естеліктері жоғалмайды. Ақыры Рику тауға көтеріліп, көптен бері ойында жүрген ісін жасайды. Қасиетті Тории қақпасын тұрғызады. Годами боль поддерживала во мне жизнь. Пусть любовь питает меня в смерти. Жалғыз самурай ақыры сеппуку жасауды шешеді. Бірақ оны да өзіне лайық, дұрыс жолмен атқармақ. Алайда аборигендер Ториді қиратып, бөгде адамды қол аяғынан байлап тастайды. Қайықпен оны үлкен жердегі қонысқа жеткізеді. Ірі денелі жауынгер маскасын шешіп, тұтқынға сөйлейді. Мы остановили тебя, и теперь ты принадлежишь мне. Жанында тағы бірнеше тұтқын бар. Олардың бірінің аяғы жоқ. Бұл жігіт бәрін біртіндеп жек қоймақшы. Біраз уақыттан кейін каннибалдарға шаман қосылады. Ол ұсталған малдарды жемістермен қоректендіреді. Тіпті Рикуға жарасын өңдеуді де ұсынады, ертерек өліп қалмасын деп. Тақырбас тұтқынның екінші аяғында сындырады. Оны самурай қылышымен кесіп тастамақ. Рику каннибалдың томпақ жігітке сілекейі ағып тұрғанын байқайды. Ол шыдай алмай, тұтқынның тілін кесіп тастайды. Аяқсыз тұтқында гүл жапырақтармен әшекейлеп, бірдеңемен майлайды. Кейін өз қанын ішкізеді. Дәл солай томпақ жігітке де істейді. Рику нағыз тозаққа түскенін түсінеді. Томпақ жігіт ес-түссіз жатқанда қолын шауып тастайды. Келесі болып мүйізден ішу Рикуға кезек келеді. Жапон бағынып, сол сәтте-ақ санасының тұманданып кеткенін сезеді. Ол өз ұлдарын көреді. Ұлдары одан 50 қарақшының басын әкелуді талап етеді. Жарайды, солай болсын. Жабайылар бұл тағамның сөйлеп кеткеніне таңғалады. Головы на ваших плечах принадлежат мне. Жаттығудан өткен жауынгер күзетшілерді оңай-ақ жерге жықты. Бірін таспен ұрып өлтірді. Екіншісі найзамен түйремек болғанда, Рику оның мойнына арқан ұрап тұншықтырып тастады. Ағаш құралмен тістеп отырып, бас кесу оңай емес, бірақ басқа амал да жоқ еді. Томпақ жабайы жолдасының басын көріп, зәресі ұшады. Есірік жапон үңгір қабырғаларындағы суреттерді көріп жүрді, бірақ басты олжа алда еді. Бас сүйектердің таудай иінділері. Осы кезде каннибалдар үңгірдің екінші шетінде билікті тапсыру рәсімімен әлек. Тайпа көсемі сүйек масканы өз ұлына, сол қанқұмар кісі өлтірушіге береді. Оның қолында әлі де Рикуның самурай қылышы бар. Бір ғана аяғы қалған томпақ тұтқын сол каннибалдар үшін рәсімдік асқа айналады. Өлер алдында ол Рикуға қарайды. Самурай бұл сұмдықты үнсіз бақылайды. Көп ұзамай мас абориген бөтеннің не істеп кеткенін байқайды. Күзетшілердің бастары таяққа шаншылған.
ал Рику орманға қашып кеткен еді. Жаңа көсем тайпаға аңшылыққа шығуды бұйырады. Сүйек қарулармен қаруланған олар Жапонды алғаш тапқан жағалауға келеді. Орманда оларды Рику бір-бірлеп артынан шабуылдап өлтіреді. Маймылдардың айғайынан жауынгерлер ештеңе естімейді. Кейін самурай бірден 3 жауға тап беріп, оларды ойыншықтай қырып салады. Үлкенірек топ ашық алаңға шығады. Рику садақпен екеуін құлатады. Қалдандары шөпке жасырынады. Біреуі шабуылдауға тәуекел етіп, көзінен жебе алады. Шегініп бара жатып, тағы екеуінен айырылады. Ал Жапон болса, соның бәрінде жүріп өз хокусын жазып үлгереді. Когда-то я собирал головы своих врагов. Мало радости я находил в их гниющих останках. Алда жай ғана тұрған дұшпанды шаман көреді. Бірақ Рику дайындалып қойған еді. Ол түтінге жасырыну үшін оттар жағып, үшкір таяқпен қаруланған. Тәжірибелі жауынгер тағыларды оңай жояды. Шаман қорқып кері шегінеді. Ол көсемге оралып, кезекті хокуға телміріп тұрғанын көреді. Нашел его? Он нашел нас. Шайтан деп айқайлап, тайпа түтін жаққа қарай жүгіреді. Рику оларды жағалауда тосып тұреді. Ол толқын шайып әкелген тұтас самурай қылышын табады. Я скучаю по своей семье. Көсем маскасын шешіп, адамдарын алға жібереді. Өзі шабуылға асықпайды. Тағылар Рикуға лап қояды. Бірақ жауынгердің қолына катана тигенде, олардың өлімі тіпті мәнсіз болады. Найзамен алыстан түйреу де сәтсіз аяқталады. Ал Рикуның өзі мүлт кетпейді. Келесі топта қырғынға аттанады. Рику каннибалдарды жүзінде күлкімен өлтіреді. Ақыры бұл өмірде тағы да аздап өмір сүруге себеп пайда болғандай. Енді самурайдың өзі қалған тағыларға қарай жүгіреді. Ол біртіндеп көсемге жақындайды. Көсем алдына ең мықты жауынгерін шығарады. Есінен адасқан біреу. Ол 4 тағандап айқайлап шабады. Ол катанадан жалтарып үлгереді. Тағы бір жауынгер қылыштың жүзіндісімен қапсыра ұстайды. Жоспар нашар еді. Бірақ жынды тағы Рикуды бірнеше рет ұрып үлгереді. Тағы бірнеше жау Рикуның қолдарын ұстап алады. Бірақ ол босанып шығып, әлгі жындының әйелін жауып түсіреді. Бүйра шашты тағы қайта ұмтылып, самурайды қорқытпақ болады. Ол бірде шабуылдап, бірде шегініп, маймылша секіреді. Ақыры самурай оның аяғынан ұстап, ахилл сіңірін кесіп жібереді. Бірақ соның өзінде ол қарсылық көрсетуді жалғастырады. Рику бірнеше жарақат салып, ақыры оны өлтіреді. Дәл сол сәтте самурайдың арқасына тоқпақ тиеді. Көсем шетте тұрып шаманның шайқасқа шығуын талап етеді. Себебі ол ешкіммен тең келмейтін аңыз жауынгер. Осы уақытқа дейін шаршаған Рику бүкіл топты жойып көсемге қарай бет алады. Я знал, что ты особенный. Значит, и следующий. Шаман омырқалардан жасалған алқасын құмға қойып, соғысты аяғын алады. Шағын болса да епті жауынгер расымен де қауіпті қарсылас болып шығады. Қалғандары онымен салыстыруға да келмейді. Ол таяқпен шебер қимылдап, бөгдені алыста ұстауға тырысады. Бірақ секіріп келіп, Рику қаруын қақ бөледі. Шаман қылышты қолмен ұстайды. Бірақ бұл тек ажалды сәл кешіктіреді. Самурай бірнеше соққымен оның ішін жарады да, тамағын кесіп жібереді. Енді көсемнің жасырынар адамы қалмайды. Ол қолын алып, сүйектен жасалған зор балтаны ұстап, Жапонға қылышын қайтарып алуға тырысып көруді ұсынады. Ірі денелі көсем үстіндегі артық заттың бәрін шешіп, сүйек маскаға сыйынып, жауға ұмтылады. Соңғы қарсылас өте қуатты әрі күшке толы. Ол Рикуның көзіне құм шашып, бірнеше рет жаралайды. Балтаның ауыр соққысы Жапонды артқа ұшырады. Бірақ ол берілуге ниетті емес. Керісінше, Рику көсемнің аяғын жаралайды. Айқас жалғасады. Күрес кезінде сынғаған қылыш ауаға ұшады. Рику оны қағып алып, көсемге тағы бір жара салады. Екі қылышпен қатар шайқасып, самурай дұшпанды теңізге қарай тықсырады. Бірақ көсем де аянып қалмай, Рикуды суға қарай сүйреп, батыруға тырысады. Өлімнің дәл алдында самурай тағы да билеп тұрған әйелін көреді. Ол қарсыласты итеріп, орнынан тұрып, көсемнің басын қылышымен тесіп өтеді. Ал екінші қылышымен сол басты шауып түсіреді. Міне осылайша шебер самурай бір-ақ күннің ішінде бүкіл каннибал тайпасын жермен жексен етті.